Уақытты дұрыс жоспарлау деген ұзын тіркес бүгінде заманауи тайм менеджмент деген ұғымға ие. Бұл ағылшын тілінен аударғанда уақытты басқару дегенді білдіреді. Бірақ уақытты басқару мүмкін емес. Яғни тайм менеджменттің мәні уақытыңды тиімді пайдалану. Бүгін біз әр күніңізді жоспарлаудың маңызын айтып, құпиясын бөлісеміз. Біріншіден, ол адам өзгелерден қарағанда тайм менеджмент бойынша жұмыс жасайтын болса, күнін жоспарлайтын болса, өзінің қойған мақсатына, арманына тезірек жетеді. Өйткені уақытын жүйелі басқарып отыр. Екіншіден, сол тезірек жете отырып, табысқа да тез жетеді. Өйткені жүйелі табыс түсіп тұр деген сөз. Үшіншіден, ол адам өзін тәртіпке келтіріп алады. Төртіншіден, әрине өзінің тіпті тек қана қызметтік дамуда емес, сонымен қатар физикалық дамуы бар, сонымен қатар тұлға ретінде дамуы бар, сонымен қатар басқа да әлеуметтік рөлдерін жүйелей алады. Көрдіңіз бе? Ең алдымен уақытыңыздың көп бөлігін қайда жұмсайтыныңызды анықтаңыз. Ол үшін күнделікті атқаруыңыз тиіс жұмыстарыңызды түртіп, кешке қарай сараптама жасаңыз. Уақытыңызды қажетсіз іске жұмсап жүруіңіз әбден мүмкін. Мысалы, әлеуметтік желіге достарыңызбен бос әңгіме айтып, немесе ұйқыда өткізген көп уақытты пайдалы істерге арнауға болатынын ескеріңіз. Егер кез келген адам тайм менеджмент арқылы өзін жүйелі түрде басқарып, саналы түрде қалыптастыратын болса, әрбір уақытын, минутын тіпті тиімді пайдаланатын болса, ең бірінші эмоционалдық, психикалық және физикалық тұрғыдан сау болады. Егер адам жүйелі басқармай, дұрыс жоспарланбай, бірақ сол әрекетті белгілі уақытта бітіру керек, бірақ үлгермей жататын болса, ең бірінші эмоциялық тұрғыдан, психикалық және физиологиялық тұрғыдан күйзеліске ұшырайды. Кеңсенің жылдық есебін жасау, таңғы ас әзірлеу, кешкі кездесуді ұйымдастыру сіздің мойныңызда. Алайда мұндай кестемен барлығына үлгеру мүмкін емес. Сондықтан күніне тек 2-3 шаруа жоспарлаңыз. Қазіргі авторлар көп қой, қазір тайм менеджмент бойынша әркім өзінің жаңағы ұсынысын айтады, өзінің жаңағы жеке басынан өткенін, қолданғанын мысал ретінде айтады, үлгі ретінде айтады, бірақ дегенмен де ғылыми тұрғыдан оның өзінің арнайы жүйесі бар. Сол арнайы жүйесі кейбір типтарға сәйкес келіп жатады, кейбір типтарға сәйкес келмейді. Барлық істі тындыру мүмкін емес. Сондықтан бір жұмысқа көбірек уақыт бөлген абзал. Естеріңізде болсын, жетістіктің сыры санда емес, сапада. 20% атқарылған іс 80% нәтиже береді деген Парето заңын да естен шығармаңыз.